әр кәсіпкерге есік ашық, әкімшілік іс болсын, азаматтық іс болсын, қылмыстық іс болсын, құқықтық көмекті тегін көрсетеміз. Мейрамбек Махамбетәліұлы, уақыт тауып келгеніңізге рахмет. Бірден сұраққа көшейік. Мен негізгі 3-4 сұрағым бар еді. Біріншісі, қазір бүгінгі күні әсіресе ауылдық жердегі азаматтар кәсіпкерлікпен айналысқысы келеді. Кәсіпкерлікпен айналысып жүргендері өздеріне қажетті бір ақпараттарды, мәліметтерді алғысы келеді. Құқықтық қолдау тапқысы келеді. Ал енді осы Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасы әу баста құрылғанда осы шағын және орта бизнесті қорғауды мақсат тұтқан болатын. Дәл бүгінгі күні осы Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасы елімізде кәсіпкерлерге қандай көмек көрсете алады, қандай қолдау көрсете алады? Рахмет, қайырлы кеш. Біріншіден шақырғандарыңызға үлкен рахмет. Біздің бәріміз бұлай көп жерде естіп жатамыз. Біз қазақ тілді осындай бір түсіндіру, Атамекеннің ықпалы жөніндегі мәселелерге ден қойылып жатқанына сіз өте үлкен орын бөліпсіз. Жалпы енді мен бүкіл палатаның атын айтатын болсам, республикадағы кәсіпкерлік субъектілерінің кіші кәсіпкерлігі, орта кәсіпкерлігінің 60-65%-ға жуығы ауылдық жерлерде жайғасқан. Жаңағы өзіңіз айтқанда жеке кәсіпкер тобы солар. Әрине шалғайдағы фермалар, солар бізге мына ет жеткізіп отқан, жүн жеткізіп отқан, немесе жаңағы басқа бір өнімдерді, ауыл шаруашылық өнімдерін жеткізіп отқан. Оларда мына ғаламтор жоқ, интернет дейміз ғой. Сондықтан кнопканы басып алып, көмекті өзіңіз айтқандай бірден алып, оқып көре салатын мүмкіндіктері шектеулі. Осыған орай мен сізге айтайын, бізде Алматы, Шымкент, Астана қалаларынан бөлек ауылдық аудандары бар. Барлық ауданда Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасының әр ауданда өкілдіктері бар. Олар негізінен сол әкімдіктің ғимаратынан орын алған, бөлек емес. Сондықтан мынау әкімдік жүйе бойынша сол жердегі өзіңіз айтқан жаңағы көмектің әртүрлі түрлерінің алу мәселесі бойынша тіке сол жерден алынады. Енді Маңғыстаудан бастап, онау оңтүстіктің ар жағындағы айтайық Шардара, Арыс сол жерлеріне дейін барлық жерде мүмкіндік бар біріншіден. Нақты қандай қызметтер көрсетеді? Қызметтің түрлері енді былай ресми түрде финансовый, не финансовый поддержка дейді, қаржылық емес көмек дейді. Қаржылық емес көмектен бастайын, ол деген мынау кеңес беру. Айтайық, бір субсидияны, грантта алу үшін оңай емес құжат дайындау. Айтайық, бір өзінің бір өлшемдік шектеулерін қойған, ана құжат, сонынан алу керек деген. Соның барлығын бір терезе қағида несімен, тәртібімен біздің Атамекен палатасы тегін жасап береді. Сізге бір заңгер жалдап, ондай бір нетің қажет жоқ. Мысалы айтайық, қазір соңғы кезде көп барлық жерде нетіп жүр қайтарымсыз грант. 400 есептік көрсеткіш дейді, енді былайша айтса 1,5 миллион деп сөйлейді ғой жұрттар. 1,5 миллионды осы қазір барлық жерлерде қайтарымсыз грант бизнес бастау жобасымен, бизнесті бастайын деген мысалы азамат пен азаматшаларға, оның бірінші санаты бар, жаңағы мүгедектік, жаңағы өзінің шектеулі мүмкіндіктері шектеулі азаматтар, жұмыссыз азаматтар, оралман қандастар, енді қандас дейміз ғой, сондайларға бизнес бастауға қайтарымсыз, пайызсыз да емес, қайтарымсыз 1,5 миллион теңгеге осындай кредиттік жоба бар, гранттық жоба. Оны қалай жеңіп алады? Соның енді оғана әкімшілікте ресми комиссия құрылады. Сіз өзіңіздің жобаңызды айтайық, былтыр мысалы мынау көшпенділер ойынына байланысты сондайлар көп ұтты. Айтайық, Астанада өткен. Енді ауылдық жерлерде жақсы құрт шығару, сапалы бір сондай бір басқа бір түрін, құртты енді екінің бір шығарып атқанша ауыл жерде сүт сауатын. Қазақи бұйымдар, әртүрлі ұлттық бұйымдар. Осындайлардың бір кішкене қолының ебі бар адамдар документ, құжат жинаса, сол комиссия шешіп, айтайық, менің деректерім бойынша 700-ден 1000 адамға дейін мемлекеттік көмек грант беріліп жатыр. Бір жылда ма?
Жылына ма? Жылына 2 рет ойнатылады. Былайша айтқанда, как лотерея деп айтпай ақ қояйық, енді оған әркім өз талпынысын Комиссия шешеді ғой. комиссия кімге шешеді. беру. Комиссия шешеді. Және бұл қайтарымсыз грантты бәрі ала бере ме, жоқ әлде адам бір санаттары бар ма? Оның енді анау комиссияда маңыздылығына қарайды енді. Әрине, жаңа мен көрпе тігетін ем десе, бір кішкентай ауылда 15 апамыз, қарындастарымыз көрпе тігіп отырса, оның басымдылығын береді енді, барлығына бере алмайды. Екінші, тағы осындай көмек креативтік дейді, кішкене мынау ерекшелік, өзінің бір мәні бар, тірлікпен айналысам дегендерге қайтарымсыз 5 миллион теңге тағы бір көмек бар. 5 миллион теңге. 5 миллиондық. Жаңағы бизнес бастау, ерекше бір 4 санаты бар, енді оны біздің Атамекен порталына кірсе, және бизнес бастау порталына кірсе, енді бәрі ерінбеу керек қой, енді интернетін жоқ демей, іздену керек. Оның ішінде 1,5 миллиондық, жаңағы 400 мың есептік көрсеткіш дейміз, енді 5-6 теңгесіз 1,5 миллион. Одан кейін 5 миллиондық грант. 5 миллиондық гранттар, олар енді сәл ірілеу өндіріс болу керек. Айтайық, мынау, қайтадан айтатын шығар, мүмкін әдемі бір домбыра, ол екінің бірінің қолынан белгілей бермейді ғой. Сондай бір қолының, оны да комиссия шешеді, дей тұрғанмен, сәл жаңағы көрпе тігу, сондай бір неден бөлек бір креативтік кішкене бір сипаты болу керек. Жаңашылдық әкелі. Жаңашылдық әкелі, бір көбінесе енді мынау Қазақстанның әртүрлі елдермен қарым-қатынаса байланысты, енді өзіміздің отандық өнімдің көбеюіне байланысты ынталандыру шарасы ғой бұл енді. Қайтарымсыз. Сіздің тек есеп беруіңіз керек, не істеп жатқаныңыз жөнінде. Жаңа құдалық күтпей, бір шуба сатып алмай, той өткізбей, ол 5 миллионға әрқайсысы есебі беріледі. Міне осындай бар. Одан кейін әйелдер кәсіпкерлігіне байланысты мынау әртүрлі грант нелер жүйелері бар енді. Оның барлығы біздің порталда тұр. Мен қазір айтайық, талпын деген бар. Стартаптарға оқыту, менторлық және қаржыландыру мәселесіне байланысты осындай бір жақсы бір бар. Бәрін тізіп айтсақ, оның барлығына уақыт мүмкін көп кетіп қалар. Дегенмен, одан кейін мына даму қоры бойынша құжатты әр адам не керегін дайындай алмайды. Соның бизнес жоба дейді, бизнес план дейді. Бизнес жобаны дайындап беру мәселесінде Атамекен кәсіпкерлік палатасында арнайы жергілікті атқару органдарының қаржысына бюджеттен бізде қызметкерлер отырады. Барлығын тегін жасап береді олар. Енді сенбі, жексенбіден басқа күндерінің барлығында есік ашық. Мен енді Алматы үшін жауап берейін, бірақ барлық өңірлерде солай. Атамекеннің жаңағы облыс орталықтарында өкілдіктері бар дедіңіз ғой, оның бар екенін халық біле ме? Хабарласып біле ме? Қалай табады? Қайда хабарласу керек екенін? Ака, өте орынды сұрақ қойдыңыз. Мынау бұл Атамекен кәсіпкерлік палатасының ресми өзінің профильдік заңы бар. 12 жылдан бері жасап келетқан палата, үлкен ұлттық кәсіпкерлік палата. Бұны шатастырмау керек. Жаңа біреулер айтады, бір қоғамдық бірлестікте басқа емес, бұл енді коммерциялық емес ұйым. 13-ші жылы құрылғанымен, жаңағы үкіметтің қаулысымен, жаңағы несімен, құрылтайшылығымен. Ал 15-ші жылы ресми көктем айынан бері қарай өзінің ұлттық кәсіпкерлік палата туралы заңы бар, өзінің ресми орган. Демек, оның ішінде бірнеше бағыттарда жұмыс істеп, жаңа өзіңіз айтқан орта, кіші, ірі бизнеске қолдау, мемлекеттік жаңағы әртүрлі мемлекет аралық қатынастардың бизнес инвесторлар тарту мәселесінде оның көптеген бағыттары бар. Ал енді негізгі қазір енді өзім жаңағы заңгер болғаннан кейін құқықтық қорғау мәселесінде көптеген өзі адам қазір тыңдармандарға мен түсіндіріп айтар едім. Енді өмір болғаннан кейін барлығы болады. Әсіресе мынау әкімшілік жауапкершілікке, азаматтық түрлі даудамайларда, әсіресе қылмыстық істерге орбитасына түсіп отқан кәсіпкерлер көп. Енді сол жерлерде айтайық, бір адвокаттың гонорарын пісімілдасы 300 мыңнан басталады ғой. Бір айға дейді, сотқа дейін дейді, сотта тағы алады. Мынау осы эфирді пайдаланып айтайын дегенім, кәсіпкерлік палатасы қазір модаға айналып кетті ғой, 7/24 деп. Біз
осы кәсіпкерлердің жарнасынан төленген жарнасынан өмір сүріп жатқандықтан біз де бюджеттік орган емеспіз. Сондықтан әр кәсіпкерге есік ашық, әкімшілік іс болсын, азаматтық іс болсын, қылмыстық іс болсын, құқықтық көмекті тегін көрсетеміз. Өзіңіз ойлап қараңызшы. Қолдау, құқықтық қолдауды. Жаңа алдында біз қаржылық қолдауды айттық. Қаржылық қолдауды айттым енді. Енді бұл құқықтық қолдау. Айтайық, мен өзім енді Алматыдан келгеннен кейін айтайын. Кеше Квиташ деген бір азамат 19-20 жылдан бері өзінің бұрынғы партнерларымен түрлі кәсіпкерлік қызмет қой енді ол. Кәсіпкер болғаннан кейін айтайық әртүрлі тірліктер болады. Солар бір өздері кейде бір енді оның барлығы ұзақ әңгіме, өздері моделировать етіп осындай бір ақшаны беріп, оны кейін оны қарызға батырып, оның басшысы сол топтың жәбірленушілердің, жаңа былайша айтқанда ылжи жәбірленушілер немесе солардың біреуі осы Астана қаласында жауапты қызметті істеп парамен ұсталып сотталып шыққан азамат. Соны Квиташ деген айтпай ақ қояйын енді, кеше сот залынан босатылды. 3-4 жылдан бері Сергелденге түсіп жүрген азамат, балалары мектепке барып, өзі 3 баласы бар, әйелі блогер, мүмкін айтпай ақ қояйын фамилиясын. Кеше сот залынан шықты. Неге? Біз араластық, қала прокурорына хат жаздық. Мына жерде шикілеу болып тұр ғой. Мына жерде осындай болып тұр ғой. Заңсыз жәбір көріп келген ғой кәсіпкер. Иә. Әрине, 10 эпизодпен айып тағылды. Ол жерде әлі мәселе бар. Үшеуін дәлелденді деп, сол отырған срогымен кеше жай үйіне жіберді. Ол бір бөлек. Одан кейін сотқа дейінгі сатыларда мынау әртүрлі жаңағы құқықтық көмек көрсетіп жатқан заң палаталары бар, заң консультациясының палаталары, адвокаттар бар. Солардың жұмысы, мысалы, ақылы болса біздікі тегін. Жақында бір кәсіпкерде, Алматыны айтамын, мен Алматыда істеген екен, соны айтамын. Мен Қостанайдың бір жағдайын айтып беремін, мынау орталық аппаратта істеп жүрген кездегі жағдай. Алматыда бір кәсіпкерге 6-7 магазин бар, кішкентай ғана. Бәріңіз білесіздер ғой, магазин удома деп кетеді ғой, үйдің астындағы сондай. Бір әр жерде қаланың 7 жерінде ма дүкені бар. Жігітке участковый полиция қызметкерлері жай 10-11 болғанын қарайды да, бір кішкентай біреулер жібереді балаларды, ақша беріп, пиво ал, арақ ал деп. Сөйтіп былайша айтқанда провокация жасайды да. Сонымен кірет хаттама толтырып, өздерінің көрсеткіштерін нету үшін хаттама толтырады, басқа атады, басқа әртүрлі. Сөйтеді де сотқа жібереді. Сонымен ол 24 жылдың басы еді. Екі жағдай болады осындай. Қаңтарда, он кейін ақпанда. Бізге келді. Бармаған жерім жоқ деді, ешкім нетпейді деп. Соны алдық та біз жаза бастадық. Протоколдарын бәрін алдырып қарадық. Оның 48-100 мыңға дейін айыппұлы бар. Сонымен біз жазып, өзіміз прям несімен жаңағы әртүрлі хаттарды, апелляциялық шағымдарды жазып, бұздық, ақталып шықты. Екі хаттамасымен. Но мен сізге айтайын, мынау кәсіпкер, ол әр уақытта алаң етіп маған өрт сөндірушілердің тексеруі кеп қалама, салық кеп қалама, полиция кеп қалама деп, ол жұмыс қызметкерлері жұмыста болады. Оның назарының бәрі жұмыста болу керек. Біздің енді конституцияда кәсіпкерлік еркіндігі берілген, көрсетілген 26-шы бабымызда тұр ғой енді ол. Заңсыз тексерулер болып жатса сіздерге әрине, ол бар, иә. Одан кейін мемлекет басшысының соңғы кезде кәсіпкерлермен кездескен кездегі әкімшілік кедергілерді мүлдем жою, оны кәдімгі қылмыспен пара-пар етіп санау жөніндегі қағидаларына, талаптарына қарамай, бұл енді әлі де жалғасып жатыр. Мен айтайын дегенім, жаңағы 7 дүкені бар кәсіпкердің сол мәселесімен сол заңсыз хаттама толтырған полиция қызметкерлерінің 12-сін жұмыстан шығарып жіберді. Дұрыс. 12 қызметкер жұмыстан шығарып жіберді. Басшылармен қоса, соған салғырттық қараған. Төртеуінің үстінде қылмыстық іс қозғалды. Көрдіңіз бе міне? Сондықтан әрине бұл енді бір мақтанышпен айтатын көрсеткіштер емес. Кәсіпкермен айналысам деген адам, айтайық, біздің Алматы қаласының әр 5-ші теңгесі бюджетте кәсіпкерлік беріп отса, әр 5 теңгенің 4 теңгесін деген. Кәсіпкерлік беріп отса, республика бойынша да солай ғой. Біз әр бюджет мекемелер, оқытушылар,
стипендиялардың бәрі неден құралып отыр? Салықтан құралып отыр. Сондықтан енді сондай бір келеңсіз оқиғаларға тосқауыл болатын бірден бір мекеме жаңағы мемлекеттік емес құрылым Атамекен палатасы деп айтар едім. Құқықтық салада қандай мәселелермен шағымданады сіздерге кәсіптің негізінен? Жақсы сұрақ. Мынау қазір енді өзіңіз білетіндей жаңа жылдан бастап жаңа салық кодексі ісіне кіріп жатыр. Бірақ дегенмен қазірдің өзінде түрлі уведомление дейді ғой, хабарлама. Сондайлар бойынша кәсіпкерлер көп нетіп жатыр, хабарлама беріп жатыр бізге. Себебі кәсіпкерлердің мәселесін прокуратурада қарайды, бірақ көбінесе енді өкінішке орай жаңа конституциялық заңда мемлекет мүддесі шайқалып жатқан кезде прокуратура араласады. Сонда жай адам, кәсіпкер, олар қайда барады? Соны енді Алматының енді мүмкін құқықтық санасы жоғарылығы ма, өте біздің палатаға көп келеді. Айтайық, жақында 270-тен астам енді тұр, енді оның санның маңызы жоқ, қажет жоқ шығар. 270-тен астам кәсіпкерге бір ауданның салық басқармасы уведомление дейміз ғой, хабарлама береді, мынандай декларация тапсырыңыздар деп. 130 миллион теңге болды соң барлығын жиынтығы. Соның бабына барып, біздің хатпен прокуратурадан салдық, қорғалды. 270-тен астам кәсіпкердің бір прокурорлық актімен, енді рахметімізді айтуымыз керек, эфирді пайдаланып, Наурызбай ауданының прокурорына өте бір тәжірибелі азамат, полковник. Сондықтан осындай мәселелер бар. Екінші мәселе, мен жаңа полиция жөнінде айттым. Енді мынау дей тұрғанмен салық бойынша не болған сонда? Салық бойынша айтайық, жоқ, декларацияны тапсырыңыз дейді, ол ендігі жыл тапсырылатын декларацияға. Соны алдын ала биыл тапсырыңыздар дейді. Ол заңсыз. Ол әрине. Ол алаңдады ғой оған. Оның заңгерлері кішкентай ТО, жеке кәсіпкерлер, заңгерлер, бухгалтерия жинамайды, олар былайша жалдайды керек кезде. Ал енді оларға жаңағыдай ресми хат келіп отса, елең ата қалады, қайда барады? Сондықтан Атамекенде біз енді осының барлығын өзіміздің порталға, чаттарына жазып қойып отқанымызда сол, Алматының менің ойымша былай құқықтық санасы енді қала ғой, бір-бірінен естеді осындай. Екінші мәселе, жаңағы еске түсіріп отырмын. Былтыр оқу жылы, биыл мына оқу жылы емес, 24-ші жылдың оқу жылының алдында Алматыдағы Әл-Фараби даңғылында туристер таситын автобустарға сергек 200-ден 700 мың теңгеге дейін штраф түседі. Бәрі таң қалады. Бәріңізде жүріп кеткен шығарсыз Әл-Фарабиде. Ол жерде асты бір жерлерде 60, одан кейін 80 ғой негізі. 90%-ында 80. Оған 50 шектеуді қойып қойған. Бұл қалай деп көтердік. Бір орыстың жігіті жүргізуші келді бізге, Атамекен, сіздер осындай бізді тыңдайтын адам қалмайатыр. Полиция тыңдамайды кетіңдер дейді. Сонымен сіздер қаншасыз? 2 уақыттарымыз, біз қазір чатымыз бар деді, тауып береміз деді. Жаңылыспасам, қателеспесем, 700-ден астам жүргізушілерге жаңағыдай сергектің айыппұлы барады. Ол адамды көрмейсің ғой, айыппұл жазған адаммен сөйлесе алмайсың сен. Шотыңа келіп, кәсібіңді бұғаттайды, 2 күннен кейін сабақ басталып отыр. Сонымен біз оны жедел түрде прокурорға осы хатты беріп, 700-ден астам жүргізушілердің 430-450 миллион теңгенің айыппұлын кері қайтардық. Кері қайтардық. Мінекей қараңыз. Сонда себебі не деңіз енді? Себебі жаңағы бір ішкі істер министрлігінің бір бұйрығының бір пунктіне подпункт қылып бір шектеуді қойып қойған. Шетелдік туристер жүреді, сондықтан нені көтермеу керек деп. Но ол жай көшелерге, ол автомагистраль ғой. Қалада білесіз, айналма жолдың бәрі автомагистраль. Сонда олар оны қайдан қарап отырады? 80 ба, 60 ба, 50 қойып қойған болды. Ал еш жерде жаңа мына біздің белгіміз жоқ 50 деген. Ол үлкен бір серпіліс болды. Заңсыздық көп тұрған заңсыздық. Енді қараңызшы, 450 миллиондай теңгені біз 700-ден астам жүргізушіге біреулер төлеп үлгерген, қосыныш деп. Енді көпшілік заңға бағынып. Осындай енді мен тек мынау
өте көп массовый дейміз ғой енді, сондай бір жағдай орын алған жағдайларды айтып беріп отырмын. Және Алматы бойынша көп бізде жақсы осындай бір кейстер деп мода болу қазір осындай жағдайлар. Мысалдар дейсіз ғой. Мысалдар, иә. Жақсы, енді мына жаңа кәсіпкерлік туралы тағы бір айта кетейікші. Мысалы бүгінгі күні әсіресе ауыл халқы кәсіппен айналысып, табысқа кенеліп, байқуатты өмір сүруге бір талпынады дейсіз. Талпынысы бар, ұмтылысы бар. Бірақ неден бастау керек, қалай бастау керек екенін білмейді. Қандай құжат толтыру керек, жалпы кәсіпкерлік деген не, онымен қандай жүргізу керек кәсіпкерлікті деген нәрсені біле бермейді. Осы жөнінен сіздердің көмектеріңіз бар ма Атамекеннің? Әрине. Атамекеннің енді мынау өзі кәсіпкерліктің 3 санаты бар ғой, жаңа заңда. Кәсіпкерлік кодексі дейміз, ол бар. Содан кейін кәсіпкерлік палатасы туралы заң бар. Екеуінде де жазылған. Енді кіші, орта, үлкен. Үлкен бизнес, ірі бизнес, ол үлкен қалаларда шоғырланған, білесіз, заводтар үлкен, Теміртау сияқты қалаларда. Ал енді кіші бизнес, орта бизнес ауылда шоғырланғандықтан оларға көмекті, мен жаңа айтқандай, сол жердегі аудандық палата филиалдары өте бір өздері аралап та жүреді бірге. Әкімде бір есеп беретін бір кезеңдер болады, ол міндетті түрде қасына ертіп алады оларда. Сондықтан бұл мүмкіндік пайдалану керек. Әрине, мынауыңыз басшылыққа жеткізетін бір үрдісі жасау керек екен. Мүмкін жаңағы ауылдық әкімдіктерді палатаның қызметкерінің өзінің аралап жүргенде дұрыс шығар кейде. Келемайды ғой көбісі. Мотоциклмен басқасын. Мынауыңызды бір бастамашылық ретінде осы эфирден кейін біз енді мынау өңірлік палаталардың ұсыныс ретінде беріп тұрамыз осындай. Мынауыңызды бір нетен сұрақ екен. Жақсы, енді біз белгілі нәрсе бәрімізге. Бізде ауылда аграрлық салада біршама мәселелер бар, соның бірі мынау өзі Құдайдың бере салған, мысалы малдың терісі мен жүні бар. Сол бізде әжетке жарамай жатыр. Текке далаға тасталып жатыр. Шетелде олар кәдімгі қып-қызыл ақша тұрады. Мысалы осы Атамекен кәсіпкерлер палатасы осы мәселенің шешілуіне ықпал ете алады ма? Өте маңызды сұрақ бұл. Біздің өңдеу мәселесінде, мынау жүн өңдеу, тері өңдеу мәселесінде біздің мынау орталық аппаратта арнайы бір департамент бар. Сол кісілердің мен деректерін өткенде бір кішкене бір үлкен жиналыста бір есе сақтап қалғанын айтайын. Бұл негізі бір Қазақстанның ғана емес, ауыл шаруашылығы өркендеген Моңғолия сияқты көрші Өзбекстан, Қырғызстан мемлекеттеріндегі үлкен бір көкейтесті мәселе. Неге десеңіз, мемлекет аралық интеграцияда әркімнің заңы әртүрлі. Айтайық, бізде кеңес дәуірінде өзіңіз білесіз, Алматыдағы ауыл шаруашылық халықара қалай дейді, ВДНХ-ны бүкіл одақтық халық шаруашылық көрмесі дейді. Сол неше түрлі малдар тұрушы еді. Оның мүмкін тері етінен бөлек терісін өңдейтін кеңестің дәуірінде естияр адамдар оның бәрі біледі. Ал енді айтайық, бізде ірі қара малдың терілерін қайта өңдеумен айналысатын дәл қазір 8 ірі және 4 орта шағын цехтар бар Қазақстан бойынша. Ал енді ұсақ мал терілерін өңдейтін 4 ірі және 9 шағын цехтар бар. Дәл ресми түрдегі дереген мен кішкене неткенім. Бұл енді негізінен Павлодарда бар. Білесіздер, Абай облысы, бұрынғы Семей. Жұмыс істеп тұр ғой бұлар. Жұмыс істеп тұр. Алматы тері өңдеу зауытының былайша айтқанда несі қуаты. Бүкіл Қазақстанның тері жүн өңдеу несінің өлшемінің 30%-ын алады. Бір Алматыныкі. Дегенмен екінші мәселе енді. Солардағы мынау құрал саймандар өңделетін. Барлығы ескерген. Әрине, ауыл шаруашылығы министрі түк істемейді деп айтамаймыз, үкімет те түк істемейді деп айтамаймыз. Бірақ бұл сәл жетім қалып тұрған сала болып тұр да. Айтамыз, ұрық жаңағы егін шаруашылығына қатты көңіл бөліну мүмкін, малдың бордақылау жағына көп көңіл бөліну мүмкін да, бәріміз білеміз, айт болса да қандай мал салынатын жерге барсақ, терілер бір жерде жатады, сұрасаң алатын ешкім жоқ дейді. Ол үлкен проблема. Сондықтан осы орталық аппарат біздің
кәсіпкерлер палатасының бірнеше жылдан бері үкіметке хат жазуымен әлек. Біріншіден ең бірінші мәселе жарақтандыру мәселесі, сапалы нелермен. Одан кейін кадр мәселесі тапшы отыр. Кадр мәселесі тапшы. Себебі 16 жылдың басында экономика министрінің қаулысымен, бұйрығымен баж салығын бізден тері алып кеткен. Бұрын 200 евро болған. Соны 28 жылдың 31 мамырына дейін жойып жіберген, тоқтатқан. Бізден 1 тонна жүнді алатын кезде 200 евро баж салығын төлеп отырса, енді 28 жылдың 31 мамырына дейін жоқ, 0. Сондықтан пандемия кезінде кішкене бір не болды. Ешкім төлемейді, алып кетіп жатыр. Жаңа соны тапсырмаймыз деп отқаны сол ғой жаңа. Әйтпесе бұрын өстеріңізде ғой, осыдан бір 20 жыл бұрын мал сойған кезде терісін аңдып отыратын оралмандар, қандастар отырушы Ираннан келген. Енді ауылдық жерлерде теріні өткізу деген бір кәсіптің түрі болды ғой. Бұрын заготконтор деген болған, тері жинайтын арнайы. Кеңес дәуірінде. Сондықтан осы 200 евроны 200 емес 500 деп қою, себебі біздікі өте сапалы терілер. Енді оның бірнеше түрлері жазылған, енді ол қаулыда. Кәсіпкер 1 тонна жүн өткізсе, кәсіпкерге 200 мемлекетке баж салығы. Ол анау терінің өзінің бағасы бөлек ол. Мемлекет баж салығын алады ғой, соны шетел алып кеткен үшін. Енді бізде мынау төте жол, білесіздер, мынау Жамбыл аумағында жақсы терілі нелер бар. Қырғызстаннан өтір контрабанда көп деген ақпарлар бар, енді мен оны ойдан тауып атқан жоқпын. Содан кейін мынау түрік ағайындар Түркияға, Өзбекстан, көбінесе Қырғызстан пайдаланып, бізден әдемі сапалы кеткен 0 баж салығымен шыққан өнімімізді бізге мынау сағаттың бауынан бастап аяқ киімге дейін, үйдегі тондарға дейін 10 есе, кейде 20 есе бағамен қымбатталып отыр. Ол біздің өнім ғой. Сондықтан бұл мәселе көтеріліп жатыр. Өте орынды сұрақ қойдыңыз. Атамекен палатасы бұны бірнеше рет көтерді. Енді оның біреуі бұрынғы айырылып қалған 200 евро баж салығын 200 емес 500-ге дейін көтеруде, ол ынталандыру шарасы ол. Әрі біздің қазынаны толтырудың тағы бірден бір көзі деп есептеледік. Осындай мәселе бар енді. Сондықтан жаңа өзіңіз айтқан ауылдағы осы мал бағып отқан ағайындарға бұл әдем 28 жылды күтсін ба? Жоқ, оны шешіле ме? Құранның аяты емес шығар, өзгермей қалатын. Иә. Сондықтан бұған жазылып жатыр енді, әлі 25 біткен жоқ. Сондықтан мынау ертеңгі нелерде біздің енді мынау айтып өтуіміз керек, бизнес-омбудсмен Қанат Ильич Нуров осы әртүрлі өзекті мәселелерді көтеріп жатыр. Әсіресе мынау қылмыстық орбитаға тап болып қалған кәсіпкерлер жөнінде жақында ғана көрдіңіз. Конституциялық соттың арнайы қаулысы шықты. Мынау қайтадан енді мен жүннен терін айтып отырдық та кетіп қалдық қой. Үлесін айтып отырмын ол кісінің. Сондықтан ол мәселенің осы тер мәселесі, содан кейін мынау редкоземельный дейміз ғой, мынау жиі кездесетін металдардың төңірегіндегі мәселелер бойынша палатаның ұстанымдары өте керемет. Енді бәріңіз білесіздер, енді бұл ұлттық кәсіпкерлік палата негізі билік пен бизнестің арасындағы көпір. Бұлайша айтқанда, әр министрлік өзінің бір бұлай өзіне жақын мәселелермен айналысып жатса, оның бизнеске ұнамды, ұнамайтын жерлерін бұлай кішкене фильтровать етіп отыратын палата. Қаңтардан кейін, мен бір цифрды айтайын. Қаңтардан кейін осы палата басшылығы ауысты, білесіздер, жағдайлар мен қаңтар оқиғасынан кейін. Трансформация жасауды мемлекет басшысы жаңадан тағайындалған Райымбек Ануашке тапсырды. Енді қараңыз, сонда 28 мыңнан астам заңдық, подзаконы дейміз, заңды қамтамасыз ететін норма, жаңағы әртүрлі заң нелері, бұлай заң талаптары қаралып, 28 мыңнан астам. Ол заңдардың ішінен
10 мыңнан астам әкімшілік кедергілер алынып тасталды. Оны біреу түсінеді, біреу білмейді оны. Ол палатаның бастамасымен істелінді осының бәрі. Әр министрлікке шаққанда 17 министрлік бар десек, мен сізге айтайын, әрқайсысына бір 700-800-ден бір әкімшілік кедергілерді. Мынау кішкене ғана санитарлық эпидемиялық талаптардың өзін айтайық. Алматыда санитарно-защитный зона дейді, қауіпті аймақ. Соның 50 метр емес, сәл көбірек болу жөнінде, содан кейін көшедегі кафелердің красный зонаға шығып кету жөніндегі әртүрлі мына өлшемдік мәселелеріне палата араласып көптеген, оның бәрі 10 мыңның бәрін айтып бере алмайын, бірақ дей тұрғанмен айтайық, өрт сөндіру мәселесіндегі тексерулердің неше түрлі себептерді келіп кіріп кететіндер бар, оны азайтты мысалы. Соның барлығы жиынтығы 10 мыңнан астам әкімшілік кедергі азайтылды. Бұл жақсы нәрсе ғой. Өте үлкен цифрлар. Осы жазылып отыр. Енді мынау Бұхарат кеңістігінде мүмкін азырақ болып жатқан шығар, біздің енді порталға кірсе көреді. Әр неден. Біздің енді қазір орталық палатаның цифрландыру мәселесінде, әртүрлі сервистік мәселелерде жақсы, облыс орталықтарында жақсы мынау цифрлық мәселелер жақсы дамыған өңірлерде, аудандарда көруге болады. Сіз айтқан ауылдық бізде әлембай 1000 гектарлы жерлерді алып жатқан жайылымдық жерлерде, мал бағатын жерлерде, енді оларға интернет жетсе көре алады. Жетпесе, сол құқықтық көмек бойынша сіз жаңағы ұсынысыңыз дұрыс болды, аралап жүріп осыны түсіндіру керек негізі. Содан кейін мынау ауылдықтардың беттеп келетін мәселесі көбіне субсидияға да байланысты ғой, мысалы. Маған да кейде хабарласып жатады, журналистсің ғой, сен білесің, сұрап берші, біліп берші деп. Мысалы, сондай кезде де сіздерге хабарласып, мән-жайды білуге болады ғой? Міндетті түрде. Субсидия мәселесінде ауылдық жерлердегі біздің мынау мал бағатын, сол жаңағы ауыл шаруашылығымен айналысатын кісілерге субсидияны беретін біріншіден администратор программа дейміз ғой, программа әкімшісі. Бюджеттік программаның әкімшісі әкімдіктің, айтайық, ауыл шаруашылығы мәселесі бар, ауыл шаруашылық бөлім басқармалары. Мынау кәсіпкерлік басқармалар бар, оларда да өзінің бір қаржысы бар сол субсидияға байланысты. Енді бір ескеретін мәселе. Кейде мынау Қостанайдағы жағдай жаңа айтамын дедім, өзіңіз сол сұрақпен жай тақап қойдыңыз соны. Бір ақсақал мынау солнечный панель дейміз ғой, күн панельдері. Электр қуатын беретін. Күннен сәуле алатын, қуат алатын. Сондайлардың ауыл шаруашылық басқармасы бір облыстың, айтпай-ақ қояйын қай жер екенін, бір облыстың басқармасында осындай бастама көтеріліп отыр дейді. Ал енді қараңыз, оның әр жаңағы бюджеттік программалары жоғарыдан төменге түсем дегенше, ауыл шаруашылығының жаңағы есебіне барып сол қаржы түскен дегенше қыс түсіп қалады, жазда басталған нәрсе. Соны жаңағы ақсақал баласы екеуі, мынандай нәрсе келе жатыр екен балам. Біз мынау үйіміз сатайық, мына жібіміз сатайық та барып құра берейік. Ауыл шаруашылығы иә дейді, құра беріңіздер дейді. Сөйтеді ауылдағы жерлерге, шалғайдағы ауылдағы жерлерге Алматыға келіп, әртүрлі мына комплектующий мынандай нелерін бәрін жинап, құрып береді. Құрып береді. Алдын ала ғой енді, алдын ала. Олай ауызша шарт бар. Сонымен құрып береді да, содан кейін, солай құрып беретін болғаннан кейін, бәрін нетіп, ол тіпті сол алғашқы жарығында көріп атқан кезде жаңа ақша түседі. Ауыл шаруашылық біздің енді мына қараңыз. Бізде кейде бюджеттік мынау бағдарламаның орындалу қарқыны кейде адамның әсіресе кәсіпкерлердің мұқтаждығына, ана жерде бағып атқан малына, немесе сақтап отқан бидай арпасына сапасына кері әсер тиіп кететінен өте қатты. Ол заңды бұзбасам болды деп шенеунік отырады. Сонымен жаңағы қаржы түседі ғой. Сонымен жаңағы уже күн панелін алып, рахатын көріп отқандарға бәрін тарқатып, құжаттарын бәрін неткен кезде бұрынғы антикор енді қазір жаңағы ұлттық қауіпсіздік комитетіне қосылып кеткен. Солар барып соны тексереді. Міне бұл жерде бюджетті дұрыс неғылмағансыңдар, ішіп қойды, жеп қойды деп, жаңағы бастама көтерген ақсақалды баласын сотқа жібереді. Мәссаған. Дәл сондай жағдаймен сол антикор Қарағандыда
іс көтереді, оны сот ақтап жібереді. Мынаны қараңыз. Біздің енді сотқа мен сөзін тілім тигізейін деп отқан жоқпын. Единообразие дейді ғой, судебной практики. Біркелкілік. Сот тәжірибесінің біркелкілігі қайда? Дәл сондай жағдайды қарағанды ақтап отса, мына жерде шырылдап әке жүр қазір. Өзімді өртеймін деп. Мен мынау Астана орталық аппаратында атамекенде істегеннен кейін айтып отырмын соны. Мен жазып едім соны. Алғашқы болып. Мен соны мына біздің жаңа бизнес-омбудсмен Қанат Ильич Нуров әлі жазып жатыр. Жоғары сотқа дейін. Бұл жерде кәсіпкерлік еркіндігіміз қайда онда? Себебі оны ауыл шаруашылық басқармасы істеп бермейді оны. Бәрібір кәсіпкер соны ұтып алады. Түсіндіңіз ба? Сондықтан бұл жерде жай ғана мен келдік. Сатып алу закон кәсіпкердің беті қайтып қалады ғой. Ода беті қайтпақ түгіл қорқып қалады. Ол өзімен бірге мемлекеттік қызметкер де қорқып отырады. Құрысы сол үшін панельді көрмесе көрмей ақ қойсын, антикор кірмесінші менің есігіме деп отыратын. Осындай жағдай атамекен палатасы араласып жатқанын біреу біледі, біреу білмейді. Біз бас прокурордың протестін алу да оңай емес қой, наразылығын алу. Жоғарғы соттың күшінде еніп кеткен қаулыларына заң бойынша бас прокурордың ғана наразылығы керек. Сіз білесіз бе, ол қандай сатып, оған қандай бір күш керек қандай. Әрине, жаңа шал жүр, айқайлап, туралыққа жетем. Баласы отыр. Ол туралыққа жетемеген үшін сұрауға бітіп, амнистияға түсіп қалады, сол бала. Көрдіңіз ба міне? Осындай жағдайлар бар. Ауыл шаруашылығын айтып қалдыңыз ғой. Ауыл шаруашылығына байланысты негізі заңдарды, әсіресе сатып алу заңын, субсидия сіз айтқан заңдарын мейлінше ақшалау керек, ақшамдау керек оларды. Мейлінше. Мынау үлкен қалаларда қазір сатып алу заңында өте бір теріс үрдіс пайда болған. Енді биыл 25 жылдың басында кішкене сатып алу заңына байланысты заңдар өзгерді ғой, енді әркім көлденең көк атты кеп кіре бермейді. Бұрын мынандай Алматыда жағдайлар болған. Айтайық, мынау Азия дауысы, соның мынандай көркемдеу, гүлдендіру мәселесі бар мынандай. Безендіру. Сонда біреу ойнайды ғой. Айтайық, бір 15 миллион теңгені отып, оны күні белгілеп қойған. Шетелдік қонақтар келейін деп жатыр. Анау тендерді ұтқан адамның қасына бір паразит біреу кіре салады конкурсқа. Қараңыз, мен соны көзіме естім. Анау ұтты. Бұл сотқа талап арыз береді. Анау паразит айтайық. Мен кім екенін айтып отқан жоқпын ғой. Ол сотқа береді. Сатып алу конкурсының нәтижесін заңсыз деп тану жөнінде. Соттың өзінің өлшемдері бар ғой, мерзімдік. Ол мерзімді есепті қарасаңыз, Азия дауысы өтіп кетеді. Сонда анау айтады екен, ұтқан адамға, бір 10%-ін бересің, мен талап арызымды қайтып алам дейді. Қараңызшы. Көрдіңіз ба? Бопсалау. Бопсалау кәдімгі. Оны ұстатып бере алмайсың. Соны маған бір белгілі қалада осындай көркейлеу несімен атамекен дегеннен кейін бізге соны жәрдем беріңізші деді. Жәрдем беруге нетсек, уже сот шешім шығарып қойған, олардың өзінің мерзімі бар, әртүрлі. Жәрдемді бердік енді, қуанып қалды. Көрдіңіз бе? Сондықтан мына сатып алу заңдылықтарында да көптеген өрескел біздің кәсіпкерлердің тірліктеріне әкімшілік кедергі болатын мәселелер көп. Жақында биылғы кейс, былай мысал дедіңіз ғой. 450 кәсіпкерлік субъектісіне қаладағы білім беру басқармасы шартты міндетті түрде берілетін ең алғашқы төлемін төлемей отыр. Кәсіпкер өзінің міндетін орындады ғой. Бюджеттің әкімшісі жаңағы білім басқармасы. Содан біз араласып, біз енді кімге барамыз? Прокурорға барамыз да. Осындай болды, біз мына кәсіпкерлердің мұңдап келіп отырмыз деп. Рахмет қаланың прокурорына, 8 ауданның прокурорына эфирді пайдаланып айтайын. Лезде қимылдайды. Соны жаңағы төлетіп берді міне. Қараңызшы, ол кәсіпкердің қолында 10 адам жұмыс істеп жатса, оны да шөге өтейік 30 адам да асырап отыр ғой. 30 адам да асырап отыр. Салығын төлеп отыр. Міне осындай мәселелер бар. Сондықтан бірінші мынау жаңа өзіңіз айтқан ауылдағы ауыл шаруашылығына байланысты субсидия, грант мәселелерінің А-дан Я-ға дейінгі аралықты қысқарту жөнінде мейлінше тезірек шара көру жөнінде атамекен көп айтып жүр. Одан кейін мынау сатып алу заңына өзгерістерді енгізу және тиімді өзгерісті енгізу жөнінде көп өзгерістер айтылып жатыр.
шынында да ұсыныстар. енді мына сұхбатыңыздан байқап отырмыз. Біз енді байқай бермейміз, көпшілік көріп біле бермейді. Анығында қаншама адам кәсіпкерлік саласында мысалы заңсыздықтарға тап болып жүр екен. Енді сол келеңсіздіктерді жою жолында атамекенде біраз шаруа атқарып жүр екен. Осы алған беттеріңізден қайтпаңыздар деп, осы сұхбатты осы жерден аяқтайық. Рахмет. Жұмыстарыңызға табыс тілейміз. Ал енді құрметті көрермендерге айтарымыз, елімізде осы шағын және орта кәсіпкерлерді қолдайтын, демейтін атамекен деген ұлттық кәсіпкерлер палатасы бар екенін тағы естеріңізге саламыз. Ол палатаның арнайы порталы, сайты бар. Интернетте кіріп қарасаңыздар, сондай бар мәлімет бар шығар енді. Ол мәлімет түгіл, жаңағы мысалдардың бәрі жазылып тұр. Бүкіл ақпарат сол жерде тұр. Және әр облыс орталықтарында осы атамекеннің Аудан орталықтарына дейін өкілдіктері бар. Жаңағы кәсіпкерлік бастағыларыңыз келсе, кеңес алуларыңыз келсе, немесе жаңа айтылып жатқандай түрлі кәсіпкерлік саласында заңсыздықтарға тап болып жатсаңыздар, қиындықтарға тап болып жатсаңыздар, осы атамекенге хабарлассаңыздар тегін болады. Тегін Атамекеннің құқықтық қызметі көмек. тегін. Енді нағыз қолдау осындай болатын шығар. Рахмет. Рахмет жұмыстарыңызға. Келесі Сіздерге кездескенше рахмет. сау болыңыздар.